Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызашардың 13-ші күніне осындай тойымды дімләма дайындайтын боламыз. Бұқтырма деп те атап жатады. Әр елде әрқалай. Менің арнама тіркеліп, ендеше видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды ашып, сыртын ашып осылай жуып тазалап аламыз. Бізге картоп, сәбіз және де болгар бұрыштары, тәтті болгар бұрыштары, помидор, капуста, пияз, ет қажет болады. Бұл тамақтың ерекшелігі біз қуырмаймыз, сондықтан қазанымызға бірден осылай етіміздің барлығын турамай бүтіндей салып шығатын боламыз. Содан соң дәміне қарай тұзын саламыз. Егер сіздердің еттеріңіз тұздалған болса, онда кішкене салсаңыздар жеткілікті. Менде тұздалмаған ет болғандықтан кішкене молдау қостым. Және де пиязымызды осылай жіңішкелеп турап аламыз. Содан соң еттен кейін пиязымызды салып шығатын боламыз. Пиязымызды салып осылай дайындап алдық. Ендігі кезекте сәбізімізді де осылай, яғни ұзынша етіп турап шығатын боласыздар. Майдалап жіберудің қажеті жоқ, дімләма болғандықтан осылай ұзынша жіңішке етіп турап алғандарыңыз дұрыс болады. Құрметті көрермен, осы видеом сіздерге ұнап пайдалы болып жатса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер де болады. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сәбіздерімізді де осылай орналастырып алдық. Ендігі кезекте картопты осылай теңдей екіге бөліп салатын боламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Бүтін картошканы екіге бөлсеңіздер жеткілікті. Содан соң қазанымызға салып, картошкамызды де орналастырып алатын боламыз. Міндетті түрде осы тағамды менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Картошкілерімізді де орналастырып алдық, турап, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Ендігі кезекте тәтті болгар бұрыштарын қалауларыңыз бойынша ұзынша немесе дөңгелек тәрізде, яғни сақина тәріздес турап шықсаңыздар да болады. Құрметті көрермен, менің арнамнан ыстық тағамдардан бөлек салаттардың, пирогтардың және торттардың рецепттерін таба аласыздар. Міндетті түрде, егерде менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі де талай, яғни үй жағдайында жасалатын қарапайым рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Тәтті болгар бұрыштарымызды да осылай қазанымызға салып шығатын боламыз. Ендігі кезекте помидорларымызды турап аламыз. Помидорды қатты майдалап жібермейсіздер, теңдей, яғни 4 бөлікке немесе 6 бөлікке бөліп салсаңыздар жеткілікті. Турап алған помидорларымызды да осылай қазанымызға салып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай көрінісі де сондай әдемі және де тойымды тағамдардың бірі. Және де чеснок, яғни сарымсақты осылай 4 немесе 5 тішесін салып қойсаңыздар болады. Ал бізге осындай сумен, яғни бір ас қасық томат қажет болады. Екеуін араластырып, қазанымызға жаңағы көкөністердің үстіне құйып шығатын боламыз. Содан соң тағы да дәміне қарай тұзымызды салып шығамыз. Қалауыңыз бойынша әртүрлі приправалар қоссаңыз болады. Мен тек қана қара бұрышты септім. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін ең соңғы бетіне осындай, яғни капусталарымызды осылай орналастырып салып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай уақыттарыңызды алмайтын, қуырып жүрмейтін, қазанға, яғни барлығын турап дайындап салатын, яғни пісіре салатын тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Енді ең соңында тағы да осындай жарты кесе суымызды құйып шығатын боламыз. Содан соң барып тағы да, яғни жарты кесе немесе одан сәл көптеу сұйық май құйсаңыздар болады. Сұйық май міндетті түрде құюды ұмытпаңыздар. Және де бұл тағамды, яғни отбасыларыңыздың санына қарай көкөністерін азайтып көбейте бересіздер. Содан соң қазанымызға осылай, яғни қайнағанға дейін бетін жауып қоямыз. Қайнағаннан кейін астын баяу отта 1,5-2 сағатқа қойып пісіріп шығамыз. Міне бізде уақыт өткен соң осылай пісіп шығады.
Содан соң, яғни тарелкелерімізге салып ұсына берсек болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің бұқтырмамыз 2 сағатта әдемі болып пісіп шықты, еті де жұмсақ болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, құрметті көрермен. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.